Так, бүгін бізде 5-ші күн. Бүгін маған мынандай сұрақ қойды дос балам, командаға. Лайыр, сенде андай кездер бола ма? Когда сен видео түсіргің келмейді, фрагменттер түсіргің келмейді. И менде как раз таки бүгін екеше сондай күн болған негізі. Но маған түсіру керек болды да, потому что бердім ғой енді обещание, что түсірем деп. Мен айттым ғой, никогда, всегда сен не болмайсың. Никогда деген сөз жаман негізі. Но не всегда сен продуктивный боласың да. Сенде спадтар болады, энергияң таусылады да. И менде қазір спад болып жатыр. Не үшін спад болып жатыр деп, егер өзіңе сұрақ қойып, былай копаться ететін болсаң, сен больше копать ете бересің. Когда адам болотада тұрады ғой, болотада тұрса, ол қатты қозғап, қатты шыққысы келген сайын, ол терең бата береді. И дәл солай депрессияда. Депрессияда болған кезде, когда непродуктивный болған кезде, не надо копаться, да? Неге менде олай болып жатыр деп. Мен депрессиядамын ғой, мен бүгін целый день просрал деп сөйтетін болсаң, сен наоборот копать ете бересің да. И сол ямаға кіре бересің. И алдындар маған сұрақ қойды да, брат, сен қиын кезде қалай не істейсің деген сияқты сондай сұрақ қойды да. И мен айтатыным, қазір сондай момент болып тұр да, когда я не хочу делать, да, но жасау керек. Сол кезде ол саған ең көмектесетін нәрсе просто копаться етпе. Просто надо принять, что сен бүгін үшін чорт болып жүрсің, бүгін дым істеген жоқсың, істегің келген жоқ, бүгін еріндің. Надо соны принять и сол уақытта просто демалуға. Сол кезде сен когда болотта тұрасың ғой, тұрып қаласың ғой, прям жай кіресің ішіне. А когда сен не ете бересің, сен тез кетесің ішіне. Сол үшін бұл да өмірдің сондай нәрсесі да. Сен сондай кезде копаться етпе, просто держись. Допустим, сен серфингта волна көтеріледі ғой, сол кезде үстінде тұрасың ғой, сол кезде эффективный боласың, шаруаның бәрін бітіресің, күшті боласың. И толқын түседі ғой астыға қарай. Сол кезде просто доскаңды шаттап алу керексің. Доскаңды шаттап аласың да, и не отпускаешь, и прям, когда следующая волна болады ғой, соған дейін ұстап тұрасың да, и следующая волнада бүйтіп тұрасың доскаға. И вот сондай болу керек. Доскаға тұру деген энергия кеткен кезде. Сондай ол потокпен ғой, өмірдің барлығы жүректі айтады ғой, адамның жүрегі тұрақты емес, ол колебация етеді дейді, и өмірдің несі да сондай, бүкілі волнамен да. Потоковое состояние деген, сон барлығы вообще волна түрінде болады. Сол үшін ондай кезде не парьтесь, просто примите, что бүгін сондай күн, бүгін андай копаться етпеңдер. Потому что ол сондай, өмірдің сондай ғой енді, ақ пен қарасы бар дейді да, ол әр түрлі мысалдар келтіре бересің. Сол үшін не парьтесь, просто жасау керек нәрсені копаться етпей, просто жасай беріңдер. Даже через не хочу болсын, но тупо отыр жасай беріңдер. Ол кешегі күндегідей күшті қылып жасама, но сен жасай бер да. Потому что если сен вообще жасамай қалсаң, онда сен сол кезде ұзақ кетіп қалуы мүмкін демалысқа. Сол үшін просто жасау керек нәрсең болады ғой. Допустим, сен кеше жасадың бір, допустим, 10 есеп шығардың. Или бір презентация істеу керек болды. Или офер жазу керек болды. Или бір нәрсе істеу керек болды да. Но сен күнде істеп жүрсің, кеше күшті қылып істедің да, бүгін бірақ тағы да істеу керек оны. Бірақ сенде энергия жоқ. Просто энергия болмаса да просто жаса, онда фиговый бола берсін, быт-шыт бола берсін, но жасай бер да. Потом ертең, когда волна келеді ғой, екінші волна, сол кезде просто дұрыстап жібересің. Сол үшін не парьтесь, просто керек нәрселердің барлығын жасаңдар, қолдан келгеннің барлығын жасаңдар. И сол состояние просто примите, что бүгін вы непродуктивны, но придет время, что мен продуктивный болам, уақыт келеді, и мен қайтып волнаға кірем. Так что, когда спуск болған кезде, просто держитесь, на досканы шаттап алыңдар, и келесі моментті күтіңдер. Главное, айтатын нәрсем, тоқтамаңдар.